Баяғыда сол жас кезімізде мектеп оқып жүрген уақытта 4-ші класс пе 5-ші классымызда балдармен бұзықшылық қылатынбыз. Қысты күні қарда бір 5-6 бала болып қарап ағамыз, әрбіріміз қолымызды екі қардан алып жаңа өткен кеткен машиналарға ататынбыз. Сонымен бір УАЗик келе жатыр екен. Сонымен сол УАЗикке қаратқанбыз ғой. Дәл тиген ғой, бәріміз қарып сонымен алды тоқтап, сонымен қаштық. Қашып баратсақ, артымыздан қуып жетіп алып біріншімізді кім аты, мен емес, анау деп әрбіріміз бір-бірімізге төңкеп, сол мен ортада едім, мен анау екеуі атты деп алдағы екі жігітке айтып келгем. Олар анау біріншісіне айтып, со не қылды деп, ал қашып деген. Ол оны ұстап алып, ойбай, сен үйтем не бүйтем деп, мен емес аналар деп, сол арада бәріміз қашып әрең құтылғанбыздың да. Сол уақытта бір қызығы. Уақытта телефон жоқ қазіргідей. Даже домашний телефонның өзі жоқ қой. Сондай бір қызықты нелер болушы еді. Ал сіздерде мектептен қалған қандай естеліктер бар? Айта кетсеңіз, комментария жазыңыздар.